Аялдама менімен бірге алаңдап автобус кететін жаққа елеңдейтін сияқты. Қаланың сансыз шамдары қараңғы түнді жасырып, сонау биікке көтеріп тастаған. Қызуы басылмаған көліктер Қарағандының орталық көшесімен арлы-берлі ағылып, ұйқысынан оянған сәбидей көздерін кезекпен аша бастаған көп қабатты үйлердің мазасын алғандай. Автобус тоқтап қалды-ау, деп іштей аялдамамен сөйлесіп тұрмын. Сабақтан кейін кітапханаға кіріп шығайын деген осы жағдайда соқтырып тұр. Қалай болғанның өзінде кітап оқығанға не жетсін. Бейне жанның тыныштық әуенін тыңдап, көз алдымнан көңіл айдында ұшып жатқан құстар сынды жазулар тізбегі басқа әлемнің терезесін ашады. Күнделікті тұрмыстық тұсаудан босап, жазушы әлеміне саяхат жасайсың. Әр оқырман өз бетінше, өз жұмысымен, тек кешкісін оларда сиреп, жан-жағынан жалғыздық желі еткенде жабырқайтын тағы бар. Ондайда жүрегің жүрлеп сыртқа қарай ұмтылады. Менімен бірге аялдамада 2-3 адам тұр. Шеткеріктегілер жұмыстан шыққандарға ұқсайды. Аялдама орындығында талдырмаш сымбатты, шашы ұзын, әлденеден қорыққандай жол жаққа қайта-қайта қарап, 18-19 жас шамасындағы елден ерек бойжеткен қыз отыр. Автобус араға жарты сағат салып келді. Базардан анам келгендей қуанып, асығыс алға жылжыдым. Ашылған есік ешкім түспейтіндей сыңай танытқан соң, аттап міне бергенде әлгі бейтаныс қызбен қақтығысып, бірер сәт сен өт, мен өт боп абдырып қалдық. Көзіміз шағылысып қалғанда, өткен күндердің есігін қаққылап, көңіл көкжиегіндегі жылт еткен бір сәуле пайда болды да, ескі танысымды көргендей күй кештім. Автобуста адам сирек. Әр жерде, әр ойда отырғандар терезеге телміріп терең ойларға кеткен. Алдыңғырақ бір орынға әлгі бейтаныс қыз отырды да, мен автобустың төріне қарай адымдадым. Терезе, қаланың шамдары, әйнектер, мен бағаналар, машиналар жарығы, өзінше үлкен пәлсапа, өзінше дүрбелең дүние. Қызыл-жасыл көк жарықтар, барлығы да өз үйлесім тауып, өздігімен қызмет етіп жатыр. Санамда Мұқағали ақынның менімен бірге бір туған дүнием деген өлеңі жаңғырып тұр. Менің дүнием, менің қалам, менің шамдарым бәрі менікі. Менің киномдағы, менің кітабымдағы, менің көрінісімдегі. Бұл автобустың терезесінен өзімнің жарық дүниеме қарап отырмын. Аялдамалар уақытқа ұқсайды. Міне тағы бір тоқтап, онсыз да сирек адамдардың екеуі түсіп қалды. Әр нәрсенің басын шалған ойым бар. Бір арнамен ағар емес. Біресе оқыған кітабындағы кейіпкер сәлем беріп, мұңын айтып кетсе, біресе терезе сыртында Қарағанды көшелерінің сұлулығы сан оқиғаны еске түсіреді. Бұл жер біздің сабақтан кейін жиі қыдыруға шығатын даңғыл, мынау достарымен бас қосуды әдетке айналдырған дәмхана. Бұл саябақ, айым екеуміздің саябағымыз. Менің айымым екеуміздің. Жоқ, бұл махаббат саябағы. Бекзат құлап кететін түс деді айым ұйқыдағы ұлттардай дөңкиіп жатқан түйетастардың басына шығып алған жігітке. Екеуміздің атымызды жазып жатырмын. Кейін келгенде оқып отырамыз. Бірнеше жылдан соң оқығанда тіпті қызық болады. Ертең жанына неше түрлі сөздер қосып кетпесін. Жоқ, олар өз сүйгендерін жазсын мен сияқты. Айым, мен сені сүйем, Бекзат. Бекзат тастардан түсті де айымның қолынан ұстап жазуларға қарады. Бір кезде мақтанғысы келді ме, әлде үнсіздік ұнамады ма, әйтеуір. Қалай жазылды? Тарихта қалдық деген осы емес пе деді. Бека, осы сүйген адам сүйетінін айтпайды дейді ғой. Сен маған Құдайдың құтты күні сүйем деп айта бересің. Айым ұялып жерге қараған. Жаным сол деп Бекзат еркесін ту сыртынан келіп құшақтады да. Енді мен сені сүйемін ғой. Әне тағы да айым еркелеп. Иә, мен айта берем. Өйткені мен сені сүйем. Алдымда тәп-тәтті болып мұңтиып тұрғанда қалай айтпаймын. Мен әлі бар әлемге сені сүйетінімді айтып жар салам. Міне қазір мына тастың үстіне шығайын да, қайта түйетастарға қарай ұмтылды. Бека, қойшы енді. Айым кірпінің астымен қарап наздана бұртиып сөйледі. Жан, мен сені сүйем. Көздеріңді, қас-қабағыңды, қылықтарыңды, бәрін көргенде, бетіңде пайда болатын екі шұңқырыңды да, ерінің бұртиып еркелегеніңді де, мен кеше де, оның алдында да сүйетінімді айтқанмын. Қазір де айтып тұрмын, әлі де айта берем. Себебін өзім де білмеймін, өзім де түсінбеймін. Бірақ ертең кейін, әйтеуір, бір күні осы сөздерді айта алмай қор болатын сияқтымын.
Бекзат Айманның көзіне қарауға ыңғайсызданып, біресе жерге, біресе келіспейміз дегісі келгендей, басын шайқап ағаштардың ұшына қарады. Қойшы, қайдағыны айтпай, маған сенен басқа ешкім керек жоқ. Екі жас бірін-бірі құшақтап, саябақ түкпірінде көзге ұмыт болған тастарға жан беріп ұзақ тұрды. Бекзат 8 наурыз күнінде орай қыздар жиналайын деп жатыр. Менімен барасың ғой? Айым жігіттің жағасын сүйіп еркелей сөйледі. Жан, ертең күн ұзақ жұмыстарым бар. 8 наурызда бірге боламыз. Ренжімеші. Қалай ренжімеймін, Бека? Сен кейін кезде қатты өзгеріп кеттің. Көп ерке етпейсің. Бұрынғы сүйем деп күніне 1000 рет қайталаушы едің. Бұл күн оған назар болдық. Әлде мені сүймейсің бе? Менің жаным-ау, көп айтсам да, көп айтасың, аз айтсам аз айтасың деп көңілінен айналайын. Әрине мен сені сүйем. Кейінгі кепсе жағдайлар жағамнан алып төбелеске шақыра береді. Қойшы, ойынға ойын алдырмай. Сен 2 күн бұрын болған топымыздың кешіне келген жоқсың. Жағдай біз саябаққа бармағалы бір жұма болды ғой. Кейін кезде сабақтан соң үйге жалғыз қайтып жүрмін. Бека бұрынғыдай шығарып салуға келмейді. Жағдай менің және құрбыларымның ойынша сенің сезімің сөніп барады. Жағдайды ысылдата берме. Басқасын тауып алдым. Жүрмейміз десең, бәрін айту оңтай сәті келіп тұр. Мен жауабыңды естімей кетпеймін. Жаным, қойшы енді, ашуланбай. Шынымен жұмыстар көбейіп кетті. Соған бола бұрыс ойлаудың керегі не? Жұмыс көп, жағдай жағымнан алып жатыр. Ысыратпай алдап жүрмін десейші. Мен қызған жағым сол, қоймадың ғой. Қалай? Сонда басқа қызға тауып алдың ба? Неге? Жоқ, олай емес. Тыңда. 2 күннен кейін 8 наурыз. Мен саған жақсы сыйлық алып бергім келген. Ауыл болса зейнетақының кешіктіріп жатыр. Еріксіз жүк тасушы болып жұмысқа тұру керек болды. Шығарып салуға келмей, кешігіп кештерге саябаққа бара алмай жүрген себебім осы. Сен білмей-ақ қойса екен деп ем. Өзің мәжбүрледің, кешір. Сен менің жанымсың ғой. Енді олай ойлаушы болма. Вокзал, тоғысқан жолдар торабы. Кездесулер мен қоштасулардың жақындық, алыстық басталатын жері. Вокзал өмір театрының сахнасы. Кеудесін қимастық, қылбырау сезімі тұншықтырған Бекзат бүгін сүйіктісіне жолға шығарып салып тұр. Жан, бір айға бола ауылға не үшін барасың? Мені аясайшы, күн өтпей ақ сағыныштан сараға өліп қалам ғой. Маған оңай дейсің бе? Неше рет айтамын, анама көмектесіп келу керекпін. Үй сылау, анау сияқты жұмыстарды өзі істемейтін шығар енді. Иә, енешкама көмектескенің жақсы. Бір айдан соң мен де тура бар ғой, анау тұрғанымды қолыма ұстап, осы жерде сені күтіп тұрамын деп күнді көрсетті. Бека, маған 2 күні керегі жоқ. Менің жаным сол. Алланың сенімен кездестірген менің ең бақытты күндерімнің бастауы. Мен сені сүйем. Сен менің Бекзатымсың. Сен менің жүрегімсің. Ал сен менің жанымсың. 2 ғашық жан-жағына елемей, жанарларынан жандарына сая тауып, үнсіз түнісінісіп, еріндерімен табысты. Жұмулы көз, қимас жүректер, сүйіскен еріндер, көз ғашыққа қарап тұрғандардың біреуі осыны сезді ме? Олар тек қара жапқанды біледі. Ұятсыздар, елдің көзінше дегендер. Сендерге Бекзат пен Айымның сезімін тілеймін. Сонда ғана түсінесіңдер. Бекзат таңның атысы ма, күннің батысы мен жұмыспен алдандырып, кешкілік шаршап кеп ұйықтап күндерін өткізе берді. Қолында телефон болса түссе болды, сүйіктісінің нөмерін теріп, абонент байланыс аясынан тыс жерде дегенді естіп тынышталатын. Бекзат достарына да, әріптестеріне де Айым туралы көп айтатын. Сондықтан қайсысы болсын кездесіп қалса, алдымен сүйіктісінің ауылынан келді ме деп өз сұрайтын болды. Барлығы тым жақсы еді. Арман, телефонын бере тұршы. Не үшін? Жай бір жерге телефон соғу керекпін. Айымға ма? Иә. Бекзат Айымның нөмірін теріп, абоненттің байланыс аясынан тыс дегенде сөздерді күткен. Алайда олай болмай шықты. Телефонның екінші жағынан байланыс орнатылған ұзақ дыбыс естілді. Қуанышы қойнына сыймай атып тұрып, арлы-берлі селдеп жүре берді Бекзат Арманның аз сөйлесіп бірліктерім аз дегенін тіптен елемеген еді. Бір кезде кілт тоқтап қап, алло жаным, жалғызым менің, жүрегім-ау, қайдасың? Қалаға келем деп неге ерте айтпадың, күтіп аламын ғой. Сол вокзалдағы күнді қолыма ұстап. Алло, Айым. Телефон екінші жағында өксікке тұншыққан Айым сүйіктісінің бәйкүне сөздерін естіп жылап жатқан. Айым, неге үндемейсің? Сен жылап жатасың ба? Не болды? Бекзат мені алып қашып кетті. Жаным, бұлай айтуға бола ма? Енді ойнамашы.
Қалай бұл? Қалай сонда? Кім қашан? Бекзат жүрегінің алысырып қойған сұрақтарын айнытпай қайталауда. Достары да андырып қалған. Бекзат маңдайынан суық тер жауып, құлағы бітеліп қалғандай сезінді. Айымның сөздері тұншығып жетіп жатты. Тек жүрегінің дұрысын естіп қозғала алар емес. Не істейміз Бегі? Олар мені үйлеріне кіргізіп алды. Апасы намаз оқиды екен, қалай аттап өтем? Сен ойлама, Бекзат, мен сені сүйем, бірақ не істеймін? Мен барам да сені алып қайтам. Қайда бару керек? Ата-анам қал дейді. Мен ол кісілерге қай бетіммен қараймын? Дәулетті адамдар қайтып кеткен қыз керек жоқ деп жатыр. Білмеймін не істерімді. Айым, мен сен мені шын сүйесің ба? Сүйсең алып кетем. Өзіміз бөлек тұрамыз. Сүйесің бе? Тут телефонның бірлігі де. Айым қоя салдым ба? Әйтеуір байланыс үзіліп кетті. Бекзат шыр-пыр болып жатқан арманға қарамай цехтан қалай шығып кеткенін байқамады. Астан-кестен әлем жан төңкерісі, жүректің өмір заңының бағынғысы келмеген жан айқайы. Сен енді маған керек жоқсың деп күнге қарады. Басын тау мен тасқа соғып, бас кешіп кетер ме екен, қайда кетер екен? Бекзат бірінші кездескен сыраханадан ай бойы айым екеумізге деп жинаған ақшасына шарап алып, кеудесіне өкінішті, өртті сүргісі келді. Келесі күні Бекзат жұмысқа шыққан жоқ. Түні бойы не істермін деген ой бір сәтке де маза бермей, ақыры телефон соққанынан ешнәрсе өзгермейді деп шешті. Жанның мұңы жанарында жас болып шығып, жаралы жүрегінде үні жырға айналды. Мүмкін осыдан болар. Бекзаттың ішімдікке ден қоймай, немесе одан сорақысы өзіне қол жұмсаудан аман қалғаны. Бар өкініші ақ параққа жазылып, жастармен ағып кетті. Әйтсе де бір ой санатына маза бермеді. Егер байланысты айым үзбесе ше, бірліктер бітіп қалды. Кәне телефонда, мүмкін айым, мен сені сүйем, сен үшін бәріне дайынмын, алып кет, екеуміз мәңгі бірге тұрамыз деп айтқысы келген шығар. Байланыс үзілді. Ол мен қоя сал деп ойлады. Не болса да пешенемізге жазылғаны, маңдайымызға шимайланған осы шығар. Тағдыр мұншалықты шебер болса, қайда кездестірер деп Бекзат өз-өзін жұбатты. Автобус өгіз аяң жүрісімен соңғы аялдамаға келе жатыр. Іште тек екі адам отыр. Бірі мен, бірі әлгі бейтаныс қыз. Көзге ерекше көрінген автобус ішінде жалғыздық самалы соғыпты. Жүрегімдегі ескі тырналап, әлде бір ескі оқиға ой елегімнен өтіп жатыр. Мен шыдамай орнымнан тұрып бейтаныс қызға жақындадым. Кешіріңіз, сіздің жаныңызға отыруға бола ма? Әрине. Сіз мына жігіт басқа орын жоқтай, неге менің жаныма отыр деп таңданып тұрған шығарсыз? Жоқ, мен жалғыздықты ұнатпаймын, сізді түсінемін. Менің атым Бекзат. Менікі Толқын. Сіз қайда оқисыз, мен бе? Түнді биікке көтеріп тастаған қала жарықтары ортасымен кетіп бара жатқан кішкене автобуста басқа махаббат оқиғасы басталып жатты. Тағы да жарық дүниелердің арасынан пайда болатын махаббат, тағы да бақыт іздеген жолдардың қиылысы. Тек толқын айымның сіңлісі еді. Бұл бірақ басқа махаббат аңызы.